Сәлеметсіздер ме? Мен Форт-Шевченко мектеп-лицейінің биология пән мұғалімі, педагогика ғылымдарының магистрі Өтелгенова Жұлдыз. Сіздерге 9 сыныптармен өткізілген Форт-Шевченко қаласының экологиялық проблемалар атты экосағатты ұсынамын. Тамашалаңыздар. Ал оқушылар, қолымызда берілген суреттер бойынша топқа бөлінді. Енді осы суреттердің барлығын қоса отырып, бүгінгі біздің тақырыбымызды шығарайық. Ал суреттерді құрастырайық. Ал оқушылар, суреттерді құрастырдық па? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай болып? Не туралы деп ойлайсыңдар? Мысалға, бірінші топтың суретін қарайық. Сіздерде қандай сурет шықты? Қоқыстану мәселесі. Сіздерде екінші топ? Ал үшінші топ сіздерде? Завод, фабрикалардың түтіннің шығуын көрсетіп жатыр. Енді мына суретте не айта аламыз? Бұл сурет қандай мағына береді деп ойлайсыңдар? 1900 жылы мен қазір 2025 жылды салыстыруға келеді ма? Жоқ. Не себепті келмейді деп ойлайсыңдар? Ол кездің заводтары көп болмады. Енді бір мәселе айтайын. Завод, фабриканың жоқ болуы не нәрсеге келеді деп ойлайсыңдар? Таза болуына және ең басты нәрсе жұмыссыздық проблемасын естеу мүмкін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Форт-Шевченко қаласының экологиялық проблемалары. Шынымен де келетін болса, біздің Маңғыстау облысының экологиялық проблемасына бөлек өзіміздің қаламыз Форт-Шевченконы айтатын болса, жағдайы тым мүшкіл. Себебі адамдар, сайдың бойында тұратын адамдар қоқыстарды не істейді? Сайға лақтырып тастайды. Қазір енді мен сіздерге Форт-Шевченко қаласының қазіргі жағдайын көрсеткім келіп тұр. Бұл шынайы түсірілген, сайдың бойында түсірілген қоқыстардың нәтижесінде шығып отырған видеоны ұсынамын. Қараңыздар. Ал жаңа не деп тұр? Қоқыс жас жеген қоқысты төксек, неше теңге айыппұл деп тұр? 14, шамамен 15 мыңдай штраф төленеді десе де, адамдар ештеңеге қарап отырған жоқ. Бұл шамамен карьердің аймағы, бақша жақтың аймағы, солардағы адамдардың төккен қоқысының нәтижесі болды. Жалпы сіздерде көріп тұрғанымыз, ненің әсері жүріп жатыр бұл жерде? Ауаның ластануы, радиацияның жүруі, завод фабрикалардың түтіннің шығуы қайда шығып жатыр екен? Ауаға тарап отырған көрінісі жасалынып тұр. Сіздермен бірге біздер топ бойынша тапсырма орындайтын боламыз. Бұның бір жақсысы, біріншіден біздер жасанды интеллектті қалай жұмыс жасау керектігін үйренеміз. Екіншіден тақырыпты қорғаймыз. Бұл жерде сізге берілген тақырыпты өзіңіз қалай алға тартып, оны жақсартуға болатыны жөнінде бізге қорғайтын боласыздар. Үшіншіден гидропоникалық тұрғыдан өсімдік өсіретін боламыз. Бұл пестицидтерді азайтып, қолдан, үйден оңай жолмен гүл өсіруге болатынын көрсететін боламыз, зерттейтін боламыз. Қазір сіздерге құралдар беріліп, сол бойынша жұмысты бастаймыз. Жақсы ма?
барлығымыз жұмысымызды аяқтаған болсақ, ең бірінші топтың слайдын және қалай қорғау керектігін, сонымен қатар осы уақытқа шейін өсірген өсімдіктері қандай екенін барлығымыз қадағалай қарай. Ал бастаңыздар. Бұл бізде қышым арқылы өсірілген базилик өсімдігі. Біз бүгінде осы өсімдікті қалай өсіру керектігін басқа оқушыларға көрсету мақсатында жасаған болатынбыз. Біз бұны осы күнге дейін өсіріп, күнделікті суын құйып, заттан ауыстырып өсірген болатынбыз. Бұның өсірудегі мақсатымыз тек қана топырақпен емес, қышым арқылы да өсімдікті өсіруге болады деген мағынада түсіндіру. Экология бастауы бұл біздің қоршаған өзіміздің істеу керек міндетіміз. Себебі біз өзіміздің жерімізде тұрып жатырмыз. Экология ластанудың жалпы көптеген түрлері бар. Оның бірі ауаның ластануы, судың ластануы және топырақтың ластануы. Ауаның ластануы оны бізде осы фабрикалар, зауыттар құртады. Себебі оның ішіне көптеген зиянды ауалар шығады. Судың ластануы да мысалы адамдар теңізден мұнай алатын болса, сол тесігімен қалдырып кетеді. Оның ластануы бұл бүкіл әлемдегі адам денсаулығы мен экожүйелерге елеулі қауіп төндіретін жаһандық мәселе. Оның негізгі көздері өнеркәсіптік шығындылар, көлік газдары, орман өрттері және ауыл шаруашылығынан шыққан аммиак. Оның денсаулыққа әсері өте көп. Бұл топтың қорғағаны өте жоғары деңгейде болып, өсірген өсімдіктерін де көрсетті. Сол үшін бұл оқушыларға үлкен рахмет. Екінші команданың өсірген өсімдіктерін және қандай презентация жасағанын барлығымыз бірге тамашалайық. Ал сіздерге сөз кезегін беремін. Біз қазіргі таңда осындай укроп және де жапырақ шөптерін өсіруді қолымызға алдық. Және де біз қазіргі таңда мятаны өсіруге 3 күн ішінде қажет. Біз осы подкаст арқылы экологиялық проблемаларды айтқан болатынбыз және болашақта осы проблемаларды шешпейтін болсақ, қандай мәселелер тудыратыны жеткізген болатынбыз. Ең басында жаман жақтарынан бастасақ, Жалпы экология адамдардың әсері өте көп әсер етіп жатады. Солардың бірі, яғни біздің қоршаған ортада қоқыстарды адамдар жиі, яғни өздерінің қалдықтарын өте көптеп мөлшерде тастап жатады. Сонымен қатар зауыттардан шығып жатқан лас ауалар біздің ауамызға тарап, оны адамдар ауаға жұтып, өздерінің денсаулықтарына зиян келтіріп отырады. Сонымен қатар озон қабаттарының тесілуі, яғни пестицидтерді көп мөлшерде қолдану және де өсімдіктердің немесе ағаштардың кесілуі. Оларды қолға алу үшін көптеген себептерді айта аламыз. оларды қолға алу үшін біз деген пестицидтерді аз мөлшерде пайдаланып, зауыт фабрикаларға арнайы жаңа технологиялар пайдалануымыз керек. Және теңізге бөлініп жатырған мұнайлардың мөлшерінің барлығын азайту арқылы біз жаңа табиғатқа ие бола аламыз. Адам өзінің табиғаттың билеушісі емес, өзінің бөлшегі екенін ұмытып жатады. Бұған жердің табиғи экожүйесінің өте қатты мөлшері бар қатысып отырған. Қатты қорғамайтын болсақ, осындай экологиялық қауіптер төнуі мүмкін. Біріншісі ауаның ластануы, екіншісі ормандардың жойылуы, үшіншісі судың ластануы және төртіншісі климаттың өзгеруі. Осылардың барлығы бізді катастрофаға келуі әбден мүмкін. Гүл өсіргенін, презентациясын, тақырыпты қорғағанын өзіміз көрдік. Өте жоғары деңгейге қорғап шықты. Солай емес пе оқушылар? Ендігі келесі кезекте үшінші топтың қорғауына береміз. Сіздер көп рахмет, өте жақсы деңгейге қорғап шықты. Бүгінгі біздің тақырып экологиялық проблемалар. Жалпы қазіргі таңда экологиядағы проблемалар өсіп бара жатыр. Соның ішінде мысалы зауыттардың түтіні ауаның ластануына әсер етеді, көліктердің түтінінде ауаның бұзылуына әсер етеді және де озон қабатының тесуіне де өзінің кері әсерін беріп жатыр және қоқыстардың көбеюі. Жалпы қазіргі таңда барлық жерде қалаларда қоқыс өте көп. Сондай-ақ теңіздің ластануына да әкеліп соғады. Түрлі қоқыстардың әсерінен ауаның ластана түсуі де басты проблемалардың бірі. Қазіргі таңда біз деген пестицидті көп қолданатын болғандықтан біз өзіміздің тәжірибе ретінде кореандарда өсіріп көрген болатынбыз. Ол ең бірінші біз мынаны өсіріп көрсеткен біздің тәжірибеміз. Ең алғашымен біз эксперимент жүргіздік гүл өсіру бойынша. Гүл өсіруінде бізде үші керек, яғни бізде күн, су және де арнайы күтім керек. Ең алғаш бізде осындай арнайы ыдысқа қышманы істейміз, қышманың ішіне дән саламыз. Солай уақыт өте келе оған арнайы уақыты бойынша суын құйып тұру керек. Арнайы күтіммен баптар өсіргенде бізде арнайы белгілі өзінің уақытында осылай өсіп шығады. Үшінші топтың қорғағаны да өте жоғары деңгейде өздерінің өсірген укроптарын салып
жапырақтарын қалай өсіргені жөнінде көрсетті және тақырыптарын жақсы қорғап шықты. Сіздерге көп рахмет. Сіздердің қорғағандарыңыз, өсірген гүлдеріңіз туралы берген мағлұматтарыңыз бұл біздің экологиялық проблемамызды жоғары қарата өсіруге бір үлкен пайдасын тигізеді деген ойдамын. Және де Почеченко қаласының экологиялық проблемасын біз толығырақ кеңірек оны аша отырып, қазіргі таңда біз олардың қалай құтылу керек жөнінде кішкене болсын мағлұмат алдық деп ойлаймыз. Және сендердің өсірген өсімдіктерің, олар біз үшін пестицидтардан айырылу үшін, дәріге өскен өсімдіктердің барлығынан қорғау үшін жасалынып жатыр деп ойлаймын. Және болашақта сіздердің өсімдіктеріңізді одан әрі қарата өздеріңіз қарау арқылы гидропониканы одан әрі түсініп, осы біздің экологиямызды алға қарата дамытады деген сенімдемін. Экология, яғни табиғатты қорғау, ол біздің басты міндетіміз. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.